Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің өтілетін жаңа тақырыбымыз әлібек тісіңді тазала деп аталады. Здравствуйте, ученики! Сегодня новая тема называется «Әлібек, чисти зубы». Бірінші сөздік дәптерге жаңа сөздерді жазып алайық. Ол, тара, расчеши, бет, лицо, ерте, рано, шаш, волосы. Мен шашымды тараймын. Я расчесываю волосы. Сен шашыңды тарайсың. Ты расчесываешь волосы. Ол шашын тарайды. Он расчесывает волосы. Тісіңді тазала. Чисти зубы. Тыңда, қайтала, оқы. Мен күнде ерте тұрамын. Я каждый день встаю рано. Бетімді, қолымды жуамын. Мою лицо и руки. Тісімді тазалаймын. Чищу зубы. Шашымды тараймын. Расчесываю волосы. Ботқа жеймін. Кушаю кашу. Шырын ішемін. Пью сок. Мен тазалық сақтаймын. Я соблюдаю чистоту. Тазалық сақтасаң, ауырмайсың. Если будешь соблюдать чистоту, то не будешь болеть. Бұл тапсырманы аудиожазба арқылы оқып жібереміз. Бірінші тапсырма. Суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып айт. Бұл жерде Анель суретте не істеп тұр? Яғни суреттің орнына сөзді қойып оқимыз. Мен шашымды тараймын. Мен тісімді жуамын. Келесі. Екінші тапсырма. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып оқы. Бұл жерде екі баланың суреті берілген. Бірінші баланың үсті өте лас, екінші баланың үсті таза. Второе задание. Посмотрите на картинки и вставьте нужные слова и прочитайте. Здесь два мальчика. Один очень грязный, второй чистый. Вместо картинки нужно поставить нужные слова и прочитать. Жалқаубектің киімі кір. Ал Әлібектің киімі болса таза. Яғни суреттің орнына керекті сөзді қойып оқимыз. Үшінші тапсырма. Сұрақтарды пайдаланып диалог құрыңдар. Диалог деген не? Алдыңғы сабақтарда түсіндіріп айтып кетіп жүрмін. Диалог дегеніміз бір немесе екі адамның өзара сөйлесуі. Что такое диалог? Диалог – это разговорный устный речь двух или трех человек. Бұл тапсырмада, яғни диалог құрыңдар дейді. Нужно составить диалог. Жалқаубектің беті қандай? Жалқаубектің беті кір. Әлібектің беті қандай? Әлібектің беті таза. Төртінші тапсырма. Письменная работа. Сөйлемді толықтырып жаз. Дополни предложение и напиши в тетрадь. Бұл жерде сурет берілген. Яғни суреттің орнына сөз жазып, дәптерімізге жазамыз. Жалқаубек не істемейді, нені тарамайды? Яғни суреттің орнына сөзді қойып дәптерге жазамыз. Әлібек нені тарайды? Бұл тапсырма дәптерге орындалатын тапсырма. Бүгінгі күнді жазып. Қаңтардың 14-і сынып жұмысы Әлібек тісіңді тазала тақырыбын жазамыз. Одан кейін төртінші тапсырма. Тапсырманы орындап жеке чатқа суретке түсіріп жіберіңдер. Бұл өзіндік, яғни өздерің орындайтын тапсырма. Ал үй тапсырмасы балалар жұмыс дәптеріндегі, яғни бүгінгі тақырып бойынша Әлібек тісіңді тазала тақырыбы бойынша берілген тапсырмалар және де мына мәтінді оқып жіберу. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Жаңа сөздерді міндетті түрде дәптерге жазып жүреміз, өйткені 90 соңында мен сұрайтын боламын. Жаңа сөздерді жазып, күнделікті және де жаттап жүреміз.
сабаққа міндетті түрде сөздік дәптер әкелеміз.